Дәстүрлі ислам діни көзқарасында қабірге бару мәселесінде пайғамбар хадистері бар. Біз оны Аллаға серік қосу деп түсіну дұрыс емес әрине. Және пайғамбар айтқан, қабірді зиярат ететін біріншіден ол адамның өзінің мәңгі емес өлімді еске алуы, екіншіден барған адамға біздер не істеп бата тілек дұға жасауымыз. Бұл адамның күнәсін кешірілу мәселесінде. Себебі біздің дәстүрлі діни көзқараста осы нәрсе құпталған. Өлімдерге садақа беру арқылы, Құран сауабын бағыштау арқылы біз осындай амалдарды бұл кісілерге жеткізе аламыз. Себебі бұл пайғамбар хадистерінен, сахабалардың өмірінен, кейінгі табиғин ғалымдардың өмірлерінен де кітаптарында осы нәрсені байқаймыз, осы нәрсені оқып жатырмыз және насихаттап жатырмыз. Басқа дәстүрлі діни ағым көзқарасы өкінішке орай олар бірден тыйып тастайды. Жоқ, бұл ширк, бұл ешқандай дұрыс емес, дінде жоқ, бидағат деген сияқты айыптаулармен күреседі. Ырымдарды болсын, басқа да дәстүрлерді болсын, көбісін тек ширкке алып келе береді. Келін сәлем салу болсын, бірақ оның арғы несін түбін зерттемейді, басқа нетпейді. Себебі идеология солай қалыптастырады адамды.